Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі кезекті дәрісіміздің тақырыбы дақыл айналым. Келесі сұрақтар қаралады. Бірінші сұрақ дақыл айналым туралы түсінік. Екінші сұрағымыз деген дақыл айналым құру принциптері. Үшінші сұрағымыз дақыл айналым құру тәртібі. Жайлар мен болжайларда дақылдардың ауысып тұруын дақыл айналым деп айтамыз. Дақыл айналымы ол деген жыл бойы дақыл өсіру құрылыстарын пайдалану жоспары, онда көшеттер мен жаңа көкөністі өндірудің тапсырмаларын орындау үшін жүргізілетін алдына алу және ұйымдастыру шаруашылық шаралар жүйесі болып ескеріледі. Дақыл айналымды дамыту кезінде басты назар аударылады. Бірінші, өнімнің шығымдылығын арттыру мақсатында алаңды ұтымды пайдалану. Ұтымды пайдалануда мысалы сөрелерді қолдануға болады. Екіншіміз деген ол себебі ол деген дақылдардың ассортиментін таңдау. Мысалы, егер қияр қызанақ өсіретін болсақ, оның қасымша аскөк, жасыл пияз, тағы да басқа шалғам деген сияқты дақылдарды өсіруге болады. Үшінші, ол ашық топырақта және көкөніс қоймаларында көкөністердің болуын ескере отырып, өнімнің оңтайлы шығу мерзімдерін белгілеу және қамтамасыз ету. Қорғалған топырақты ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шаралар жүйесі барлық жұмыс түрлерін уақытылы орындауды, ашық жерге көшет өсіруді ұйымдастыруды көздейді. Дақылдардың ассортиментін таңдау, оларды жылыжайларға орналастыру және өсу мерзімдерін белгілеу кезінде олардың биологиялық ерекшеліктері мен егінді қалыптастыру қабілеті, сондай-ақ тұтынушының сұранысы және оларды ашық топырақтан және көкөніс қоймаларынан алу мүмкін болмаған кезде қыс-көктем мезгілінде жаңа піскен көкөністерді шығару қажеттілігі ескеріледі. Әр дақыл үшін қорғалған топырақтың ең үнемді бір биологиялық ерекшеліктеріне сәйкес келетін түрі таңдалады. Мысалы, орташа маусымдық қырыққабат сорттарының көшеттері мен жылытылған көктемгі көшет жылыжайларын алу практикалық емес, өйткені оны ашық питомниктерде өсіруге болады. Жылыжайлар мен қорғалған топырақ үшін халықтың сұранысына ие ең тиімді дақыл ол қияр. Оған экономикалық көрсеткіштер бойынша да, қызанақ сұранысы бойынша да біршама төмен. Бұл екі өсімдікке жылыжайлардағы негізгі аумақтар бөлінген. Күзгі қысқы уақытта көптеген көкөніс дақылдарының қалыпты өсуі мен дамуы үшін табиғи жарық жеткіліксіз болған кезде қорғалған топырақ өсірілетін және мәжбүрлейтін дақылдарды қолданылады. Мысалы деген ол гүлді қырыққабат, оны күзден бастап өсіреді, ромен салаты, қауырсынға немесе сабаққа арналған пияз, тамыр көкөністері, оған шалғам жатады және қымыздық. Дақылдардың айналымын құрастыру ашық жерге көшеттерді орналастырудан басталады. Содан кейін негізгі көкөніс дақылдары орналастырады. Дақылдар айналымдар бір маусымда бір шаршы метр инвентарлық алаңнан өнімнің орташа жалпы шығымы бойынша бағаланады. Айналымдар саны бойынша немесе айналым коэффициенті бойынша. Бұл жылыжайлардың инвентарлық алаңына бөлінген әр маусымда әртүрлі дақылдармен айналысатын бірдей типтегі мәдени үй-жайлардың аудандарының қосындысына тең және өнімнің 10 жылдық шығу кестесі бойынша анықталады. Мысалы, қысқы топырақ жылыжайлар үшін дақыл айналымы бірінші дақыл айналымында қаңтар айында басталады. Қаңтар айынан 1 мен 25 күн аралығында қауырсынға немесе жасыл сабағына арналған пияз және басқа дақылдар. Содан кейін 26 мен 31 күндері аралығында, 5 күннің аралығында дайындық жұмыстары жүреді. Бірінші ақпан және бірінші қыркүйек аралығында сол жерде қияр өсіп тұрады және оған қосымша плюс тығыздағыштар дақылдар, олар деген салат, мысалы Қытай қырыққабаты, жасыл сабаққа арналған пияз, балдыргөк деген сияқты өсімдіктерді өсіруге болады. Енді келесі сұрағымыз ол деген тығыздалған деген дақылдар қандай екен? Қорғалған топырақта тығыздалған дақылдар қолданылады, әсіресе негізгі дақылдың өсуі мен дамуының бастапқы кезеңінде.
Ол тығыздалған дақылдар дегеніміз көкөніс өсімдіктерінің екі немесе бірнеше түрін бір аумақта, бір уақытта өсіру түсіндіріледі. Мысалы, қызанақ көшеттері ол деген негізгі дақыл болатын болса, содан кейін пияз жасыл сабағына, ақсұт деген салат тығыздағыш ретінде отырғызылады. Тығыздағыш дақылдар негізінде 30-40 күн ішінде пісіп жетіліп, соның өнімін жинап, содан кейін оларды алып тасталғаннан кейін, ал негізгі дақыл сол өсімдіктері сол жерде дами береді. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген. Бірінші сұрағымыз ол дақыл айналым дегеніміз не? Мысал келтіріңіз. Екінші сұрағымыз деген дақыл айналымның негізі неде? Үшінші сұрағымыз дақыл айналымдағы негізгі дақылдарды тізімін жазу керек. Төртінші сұрағымыз дақыл айналымдағы жұмысты қалай ұйымдастыруға болады? Ол және ұтымды түрде болу керек. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.